Әке наласы. Авторы Балмағамбет Жүнісұлы. Әр нені ақылға сала, әріден ойлана жүретін қариялардың қалыпты әдет емес пе? Асқар болып артта қалған өмір шығар, оларды осылай сақ, аңғарымпаз еткен. Рахат бейнетті көп көрген адамның жөн айтуға делебесі қозып тұрам екен әлде. Әңгімесіне құлақ салып отырсаң, Ғалымбек қарияның да талаптың тұлпарына мініп, шиырылмаған жері, күйлемеген тіршілігі жоқ. Амангелді көтерген, теңдік туының астында ұран салып, бостандық үшін ата жаумен сескенбей айқасты да. Жас совет өкіметіне ордалы жау жан жақтан қиқулап бас салғанда, өз басын қарақтап, жан сауғалап қалмады ол. Қызыл армия қатарына жазылып, қатерлі жау ел шетінен қолып шыққанша аяғы үзеңгіден, қолы қарудан босаған емес. Кедей комитеттерін, қосшы ұйымдарын құрып, байларды кәмпескелеу кезінде де жергілікті өкімет орындары сөйлесе сөзі, істесе ісі өтімді, осы Ғалымбек секілді өр жастарға арқа сүйейтін. 5 жылдықтар тұсында бірде бригаданы, бірде колхозды басқарды. Жаңа заманның оқып тоқығаны мол жастары іс басына келгенде, оларға кесе күлдінен тұрып, кедергі жасап, ессіздік көрсеткен жері және жоқ. Оқусыз қыр көкірекпен ел басшысы бола алмайтынын түсінді де, жылқышы құрығына жармасты. Содан кешегі Ұлы Отан соғысы жылдарында еңбек армиясы қатарында жүріп те, азаттық арын таза сақтап шықты. Ал бейбіт өмір қызығы қайта басталып, дүние қалпына түскенде, Ғалекеңді жұрт тағыда сәйгүлі үстінен көрген еді. Жерік көңіл әуенімен кете беруге, күш қайраты жетпейтінін бір жола мойындап, кәрілікке амалсыз мойын сынғаны осы соңғы 2 жыл. Ашы тұшысы, қиындық қызығы аралас өткен өмірінің ақыры уайымсыз болғанына шүкіршілік етеді бұл күнде. Сонда да, кәрі көкірегінде біріштей байланған, бір ғана арманы есіне оралса, еңсесі түсіп, бей берекеті кетеді. Қандай арман ол? Ата-анадан жалғыз шығар мүмкін. Олай дей көрмеңіз. Бір ата-анадан 3 ұл, 2 қыз өрбіп еді. 2 бауырының бірі кешегі қырғын соғыста қаза тапты. Одан кішісі аялап ұл қызын өсіріп отырған есті шаңырақ иесі. Өзінен тараған 4 ұлдың 3-еуі де бауырында балалары бар, ақар-шақар отбасы. Әлде бала әкесіне, қыз шешесіне тартпай, көпке жек көрінішті болып жүрген шығар. Бұғанда аузы бармайды. Үлкені Біржан, атақты шопан, ортаншысы Ержан, айтулы тракторшы. Одан кейінгісі Нұржан, шофер. Сүт кенжесі Қалжан, студент. Қарттың жалғыз түпкі арманы, Омар әулетінен де бір оқыған адам шықса дейді. Жатса тұрса ойынан кетпейтін, өзінде егде кісілермен еңсе тірестіргенде, сөзбен қағысқанда көмілжіп қалатыны да осы жер. Бөлім ноқтасы салынып, дәм таусылмай тұрғанда, Қалжан оқуын бітіріп, жоғарғы білім алып келсе, Ғалекең о дүниеге армансыз кете барар еді. Қалжан оқуға түсіп келгенде, балам, сөт түстерің түгел тізеген, ат жалын тартып мінер азамат болдың. Институтқа түскеніңді алғаш естігенде, қалтатып кенжем ерледі деп жүрегім азақ жарылмай қалды. Әкеңнің ақсақалын сыйлап, анаңның ақ сүтін ақтағың келсе, сол ала қағаздан көз айырма. Бізді мар қайтар да, түбі өз қадіріңді асырар да сол білім екенін жадыңнан шығармағайсың. Мұна ағаларың оқымай, шаруа бағып қалғанын білесің. Бәріміз үшін сен оқы, сен білімді бол қарағым, қаражаттан кемістік көрмессің деп, ерекше қуанғаны да осыдан болатын. Әкемдікі жөн сөз, сенің қолыңнан қағар, жолыңнан аяр дүние мал жоқ бізде, емеурін танытшы, үйіп тастайық дескен ағалары да. Сол жолы, үйде 2-3 күн аунап қунап, көрші ауданда жұмыс істеп жатқан студент жолдастарына Қалжан іле аттанып та кеткен. Алматының сәнді көшесін басып жүруді Қалжан көптен армандаушы еді. Ақбас Алатаудың бауырындағы биік теректер көмкерген, сол долы қаланың қазір бұл да бір қадірлі азаматы, ақшаның арқасы бәрі. Қалжан осы күні троллейбус пен автобусыңа пысқырыпта қарамайды, мінетіні ылғи такси. Курстас жолдастары тағамы арзанырақ асхананы айналшықтап жүргенде, бұл тапа-тал түсте ресторанға кіріп бара жатады. Келген кездегідей емес, қазір мін тағуға ауыз бармас нағыз сылқымның өзі. Дударе қара бұйра шашты, тоқ етті, қара торы,
көз тойып, көңіл толатын сері жігітті қашан көрсең, қыз бозбалалар қоршап жүргені. Көбіне сөйлейтін де, қасындағылардың ырқын емін-еркін билеп төстейтін де Қалжан. Оқушы көкейінде, мұның оқуы қайда деген сауал отырған болар. Оқу қалған. Алғашқы айларда тәп-тәуір қатысып жүріп, бара-бара қағынан жерген құландай сырғақси берді. Әуелі бір күн қалды, келесіде 2 күн көрінбей кетті. Ақырында апталап жоламайтынды шығарды. Сабасына түсер, ақылына келер деп курстастары әрі көнді, бері көнді. Тіпті болмай бара жатқан соң, жиналысқа шақырып, көп талқысына салды. Қатты сөзбен қайырған достар лебізіне айылын жиған, түзу жолға түсуді ниет еткен Қалжан болмады. Ерегескендей, есіне ақыл енбей, ағаттығын бұрынғыдан бетер асқындырып жіберді. Бұл университет басшыларының құлағына шалынып, Қалжан тәртібі комсомол жиналысында талқылансын. Айласы ма, әлде шын сескенгені ме? Енді түзелемін, ақырғы рет кешіріңіздер деп, қатты налығансып, уәде берді. Әліптің артын тоспаққа шешім жасады көпшілік. Қалжан сөзінде тұрмады бірақ, аптаны қойып, айлап көрінбей кетті. Көп сөзін елемей, басқа ойнақтағанын сезсе керек. Осыдан бұлай қарай оқу орнының табалдырығын аттауға өзінің де беті бармады. Жатақханасы өзіне, менің үйім, өз үйің, қанша жатсаңда, жатсын баспыз деді, Ермұрат деген досы. Бұл да еш жерде жұмыс істемейтін, оқуда оқымайтын, құмар қуған, жел қайықтай бұлтылдаған жеңілтектің біреді. Өз жанынан табатын табысы жоқ бойдақ жігітке қалада қаржы шақ келе ме? Қалжанның қалтасында осы жақында ғана сан жүздік жүрген, енді қарасы желге ұшқандай, соның бірі қалмапты. Қапаланатын несі бар? Қалталы, қалың ағайын жатқан жоқ белде, телеграмманы кімге соқсы екен? Әкеден сұрауға дәті бармайды. Алматыға келерінде сықырлатып қалтасына тура 1000 сомды салып берген. 2 ай өткен соң, мұнда мәдениетті жүрмесең ұят, үстіме сан түрлі киім алып, анадағының көбін жұмсап жібердім. Сол жолғының жартысындай мөлшерде қаржы керек деп, және сұратып алған. Мұның алдында Біржан 300 сом, Ержан 250 сом жіберген. Ертең оқымысты болғалы тұрған інісі, ақша сұратып жатқанда, аңқылдақ Нұржаннан ес қалмады. Іле 500-дікті қолына тегізді. Ақшаны судай шашуға дағдыланып алған Қалжан, соңғы кезде достарына кіріптар болып, кібіртіктеп, еркін көсіле алмай жүргенді. Олар болса, Қалжанша, ресторанда атуға тартыншақтай береді. Көбіне төңіректейтіндері сырахана, қолына ақша тиюі мұң екен. Қалжан жүз түрленіп, мұң құбылып шыға келді. Такси алғызып, енді жүргелі жатқандарында, оны бір жігіт тани кетіп, жақынырақ таянған. Ой, Қалжан бысың? Аман ба? Бір қалада тұрып сені кездестіре алмай жүредім. Неменеге керегім болып қалды? Университеттің журналистика факультетіне түсті деп естіп едім. Оқу барысы қалай? Сырттай оқуға ауысып, қызмет істеп жүрмін. Ондағы ұстаздар берген біліммен ұзаққа шаба алмассың. Қалжан қоярда қоймай ауылдасында машинаға отырғызды. Қазақстанға деген қасындағы серігі өзі билеп төстеп. Қалжанды көре сала швейцар, ой, финансовый министр-ау, көрінбей кеттің ғой деп, жалбалақтап жатыр. Финансовый министрінес? Түкке түсінбеген бек Қалжанның дүрдек ерін жылтыр сары досына сыбырлады. Оны білмегенің ағаттық жігітім, айып төлейтін болдың. Қалжанды бүкіл Алматы солай атайды. Бек бұл сөздің төркініне сол кештің өзінде түсінді. Швейцарға 5 сомдықты ұстата салған Қалжанның даяшылар алдындағы жомарттығын көрсең, заказға төлеген сайын 5-10 сомды артығымен лақтырып тастайды отырады. Қайта-қайта заказ беретіні, есеп айырысып, енді кеткері жата ма? Финансовый министрге сәлем деп, тағы бір танысы тап бола кетіп, еріксіз соны сылауға кірседі. Мұна түріңне, жілік майың суалып, құлауға шақ қалыпсың. Біздің жай-күй міне осы, қасқырша қарбытып, бүркітші бүріп дегендейін. Өмірдің қасиетін білгін келсе, ләззатына құмар қандыр, бек. Әйтпесе мына жарық дүниеден мұйғыла есектей түк түсінбей өтесің. Бұл Қалжан философиясы. Осы сәтте, жер астынан шыққандай манаға таксист тап бола кетіп, қасына дәмдес болған 2 бикешті ерткен Қалжан мен досы машинаға мінді. Бек қоштасып қала берді.
ел құлағы елу емес пе? Бір жолы әкесінен оқудан қуылыпсың. Естіп жатырмыз. Құр босқа сенделмей, елге орал деген хат алды. Қалжан сырттай оқуға ауысқанын, қазір газеттердің бірінде қызмет істейтінін айтып, жауап хат жазып жіберген. Алданғанын бір білген ел адамын екінші рет арбау қиынға соғады. Оның бұл өтірігіне әкесі де, ағалары да сенген жоқ. Елге оралса, әлде қайтер еді. Бірақ білімсіз көкірекке ұялған менмендік өз жолынан өмірі қайтарған ба? Жөнсізін жөндегізген бе? Жұмыссыздық, үздіксіз ішкілік, шектен тыс думан, түбіне жетті ақыры. Қалжан түрмеге түсті. Тез келіңдер деген телеграмма келгенде, Ғалекең солай боларын көптен сезгендей, бұған түк те таңданған жоқ. Бар болғаны, ойнақтаған тайлақ от баспай қойған ба? Мақсатсыз қызық қуған, ала бөтен жылпостығы көңілімде күдік тудырушы еді. Бәрінен де әулетімізге оқу қонбаған ақ, өкінішті деді. Кәрі жүрегі өртене.